Elді жерге ора беруге болмайды. Айтып отырмын ғой, таяқтың екі ұшы бар. Кейбір еркектерден де кетеді енді. Қалай кетеді? Жұмыста бір күшті анау ше. Ой, осы ойлап қаласың көркем мінезді екен деп. Ассалаумағалейкум деп жүрген кезде машалла деп ырза болып қаласың да, үйіне барсаң қабағын ашпайды дейді анау айтады. Бір жеңшелердің жан айқайы ғой енді, мен айтайын соны. Сен елдің арасында жүрсің, арасында айтсайшы деп, олар да айтады ғой енді, екі жақтықын да айтайыншы болсын. Ешкім ренжімесін, елу-делу болып қайтер. Сөйтіп айтады да, сонда негізінде үйге келіп көркем мінезділік таныту лайықтырақ емес па деп жатыр да, менен сұрап жатыр ғой енді. Қалай ойлайсыздар сіздер? Үйге келіп көркем мінез көрсету лайықтырақ па, әлде сырттағыларға деймін. Бұл пайғамбардың сипаты сондай ма еді? Сыртта сахабалардың үйге Айша, қойшы, шай қойшы давай. Қарны ашып келе жатыр. Деген бе пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям? Жоқ. Бұл үлкен сүннетке қайшы болады. Бұл пайғамбардың үлкен сүннетіне қайшы болады бұл нәрсе. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйінде қандай көркем мінезді, сыртта да сондай. Сыртта адамдармен мәмілесі қандай, үйде одан екі есе болатын еді. Сендердің ең жақсыларың деді, тіпті не деді? Өзінің отбасына жақсы болғандары деді. Бізде жаңа соқыр тақуалар бар. Күндіз жұмыста жүріп, кешкісін үйге келеді, қирап. Бәрі жерінен бәрі қирап келеді оны. Келеді де жаңа Құран оқиды отырып алып. Зікір толтырып жатыр мен. Жапша есікке. Зікір толтырып жатыр мен. Құран оқып жатыр. Рамадан Аль-Бути деген ғалым айтады, бір тиын дейді ондай зікірінде, Құранында. Сенің дейді, кешке дейін күткен семьяңдағы бала-шағаң менен әйелің дейді, сенің жан жылуыңа мұқтаж болуы, оларға сенің жақсылығыңды беруің, көркем мінезіңді беруің дейді, сенің Құран оқып, зікір толтырғаннан 1000 есе хайырлы деп айтқан. Кешке дейін сені күтіп отыр екен ол. Сондықтан бір бала тірейді екен, бір ұстаз естіп қалған, тірейді екен, Раббым деп айтады екен, мешітке келіп. Менің әкеме, нормально бар айтып, Раббым менің әкеме дейді, клиенттермен қалай мәміле жасайды, бізбен солай мәміле жасауды нәсіп етші деп айтады. Клиенттерге саудаңды өткізу үшін, ой, асты үстіне түсіресің ғой, майламай не қыласың мысалы да? Жоқ, кейбір нәрселерді майламай сатуға да болады деймін да. Сондай мәмілені жасап келесің де, үйіне келіп қабағың қатыл болып келесің. Бұл үлкен мұсылманның қателігі. Баланы дұға қылып отқан сол екен. Әкешім, Раббым, әкешіме клиенттермен қалай мәміле жасайды, бізге солай мәміле жасауды нәсіп етші дейді. Көрдіңіз ба? Балаң сенің қабағыңа қарап айта алмауы мүмкін, әйелің сенің қабағыңа қарап айта алмауы мүмкін, бірақ іштей олар нені күтеді, бәрібір жылылықты күтеді. Сенің кешкісін келіп семьяңа беретін жылулығың, бұл отбасын шайқалудан ең ұстайтын үлкен бір не, үлкен бір биік тұғыр осы, себеп осы. Өйткені бұл пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям ең үлкен сүннеті. Бірақ енді әйел де соған сай болу керек қой енді. Кейде қатты жұмсақ болып кетсең де кейде. Айтты, мен айтқан жоқпын. Басыңа шығарып деп айтқан. شكرا أو ما تبصرة تدعو